Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Нұрдың Нұх пайғамбарға көшуі. Шиш пайғамбар Мұхамбеттің нұрына адал болады. Ол нұр Шиштің белінен Аныш пайғамбарға ауысты. Аныштан Кинанға мирас болды. Кинан өлген соң, оның ұлы Мақайылға нәсіп болды. Мақайылдың дәм-тұзы таусылғанда, Нұр оның ұлы Бартқа қонды. Нұр осылайша 5 атаны басып өтіп, Ыдырыс пайғамбарға жетті. Нұр оның маңдайында шолпан жұлдызындай жарқырап тұратын. Ол пейішке кіріп шықпастан, сол жақта мәңгі бақи қалып қойған соң, Жебірейіл періште Нұрды оның баласы Ақнұқтың беліне қондырады. Одан Шарық атты баласына ауысты. Шарық та бақиға аттанған соң, Нұр Ламақтың денесіне дарыды. Одан кейін Нұр 1000 жыл бойына Нұх пайғамбардың белінде жатты. Оның нышаны Нұхтың жүзінде таң алдындағы таза шықтың тамшысындай мөлдіреп тұратын. Нұхтың Сам, Хам, Жаппас есімді 3 ұлы болды. Нұх қайтыс боларында Самды шақырып алып, пайғамбарлардың тәжі, 2 дүниенің сардары Мұхамбеттің нұрына ие бол, әдеп пен тақуалықта табанды бол деді. Сонда Сам, Мұхамбет деген кім деп сұрады. Ол ақырдың соңында шығатын пайғамбар. Оның дәрежесі сізден де ұлық па? Әй, ұлым, егер ол болмағанда, біз топан судан аман қалмас едік. Мен кеме салып жатқанда, қанша жерден Алланың атымен бастасам да, құрастырған ағаштарым құлап қала берді. Соның мәнісін Жаббар Хақтан сұрадым. Ол айтты: «Ей, Нұх, ақырдың пайғамбары Мұхамбетке салауат айт, сонда ісің оңға басады». Сонан соң кеменің әрбір тақтайына барынша пайғамбарлардың есімдерін ерінбей жаздым. Бірақ бәрінің сиясы оңып кете берді. Жебірейіл періште келіп: «Сен ең бірінші Мұхамбеттің есімін жаз, сонда басқалардың есімдері өшпейді», деді. Мен солай еттім. Сосын барып, ісім оңалды. Кеме біткен соң 4 бөрене артылып қалды. Мұның себебін Жебірейілден сұрап едім. Ол: «Әй, Шейхул Әнбия 4 тақтай Мұхамбеттің достарының үлесі, олар Әбу Бәкір, Омар, Оспан, Әли. Қалған 4-еуіне олардың есімдерін жаз», деді. Мен солай еттім. Соның арқасында кеме мінсіз құралып шықты. «Әке, ең ұзақ жасаған пайғамбар сіз екенсіз. Ұлық Алла сізге 1000 жыл ғұмыр жазды. Сізде арман бар ма?» «Ұлым, арманның көкесі мына менде», деп көкірегін нұқыды. «Ол не арман?» «Мұхамбеттің үмбеті болсам деген арман еді. 1000 жыл ғұмырымды үмбеттіктің бір күніне айырбастар едім». «Әке, адамзатты топан судан құтқару сіздің маңдайыңызға жазылған бақыт. Осының өзі ұлық дәреже емес пе?» «Балам, сен әлі шикісің. Мен азғантай адамды азғын топтан ғана айырып алдым. Ал Мұхамбет мәңгілікке созылатын рухани ілімнің шырағын жағып, адамзатты қараңғылықтан құтқарады. Менің шапағатым жан-жануар мен ауылдағы азғана ағайынға тиді. Ал Мұхамбет 18 000 ғаламға рахмет етеді», деді. Баласы Мұхамбет пайғамбардың дәрежесін естігенде сілейіп отырып қалды. Нұх ұлына нұрды аманаттап, оған ел ішіндегі Шәуіл деген кісінің ең тақуа, ең әдепті бір қызын айттырып алып берді. Ол қыз бір ұл туып, оған Ирпақшат деп ат қойды. Ирпақшат нұр таратушы шырақ деген мағынаны білдіреді екен. Сам 500 жыл өмір сүріп, Пәниден Бақиға аттанады. Ол да әкесінің дәстүрімен ұлына нұрды өсиет етіп, оған Маржан атты қызды алып береді. Одан Худ пайғамбар дүниеге келеді. Нұр Худтың беліне келіп түскен соң, бір күні ол далада мал жайып жүргенде, құлағына Алладан әуес келді. Ғайыптан естілген құдіретті дауыс: «Әй, Худ, біз сенің бойыңа Мұхамбеттің нұрында арттық. Енді саған таза жүріп, тақуалықпен өмір сүру уәжіп болады. Денеңдегі нұрға қылаудай көлеңке түспейтін болсын», деп бұйырды.
Ол Алланың әміріне толық мойынсұнды. Құт дүние салғанша нұр оның бетінде толған айдай әдемі сәуле шашып тұратын. Нұр Құттан Салихқа ауысқанда, оның жамалында найзағайдай от шашып, дұшпандарын ықтырып тұрды. Нұр 7 атаны басып өтіп, Ыбырайымның әкесі Азардың беліне көшеді. Назарларыңызға көп рахмет. Оқыған Перизат Әділқызы, Сияр Шәріп кітабынан.